Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз мультикрузермен алғашқы колымызға шықтық. Бізде бірінші табыс міне. Бір копейка 76 жылғы. Біздің программамыз пляж деген программа 19 килогерцте тұр. 9 чувствительность 90. Екінші табыс. Жиырма копеек 1981. Бізде міне кезекті табыс. Бір копейка 1974 жылғы. Программа бізде 3 тонға қойдың. Және чувствительность 90, частота 19. Қазір осы жағалауды іздейтін боламыз. Қызықты табыстар болса бірге тамашалаймыз. Кілт. Медный кілт. Ох ты, 90 граммдар. Салмағы ауыр. Күміс болуы мүмкін. Алғашқы сақина крузермен. Аңғара. Пауық бар екен басқа. Міне достар, бізде кезек табыс. Мен экшн камерам заряды отырып қалды. Осымен көреміз телефонмен. Достар, бізде міне кезекті табыс. Қараңыздар. Бұл да күміс сақина болса керек. Қазір бұны бұдай көрсетейін.
85 күміс сақина. Бүгінге уже екінші күміс сақина. Уже бізді қараңғы болып бара жатыр. Қазір жаймен жинала бастаймыз. Міне қараңыздар достар, тағы да бізде табыс. Ол бізде сақина. Тасы бар екен. Міне, 4 тас. Бұл бижутерия болса керек. Болды бүгін. Көп осылай бітіп жатыр. Қараңғы кетті уже. Міне. Мультикрузердің бір минусы. Мұнда фонарик жоқ екен. Алдында мен Simplex'те фонарик болатын. Астында, блоктың астында. Ал бұл крузерде фонарик жоқ екен. Міне достар, бүгінгі мен табысым осылай. Мұнда бізде тиындар және копейктер. Мұнда бізде балға аулайтын қорғасындар. Және мұнда мен коллекцияма кететін 2-10 тиын 1993 жылғы. Және бізде 3 сақина. Оның біреуі мыстан жасалған. Екіншісі күміс жалатылған мыстан жасалған сақина. Осындай. Және үшіншісі күміс сақина 875 проба. Және мынаншама қоқыстар. Бұның бәрін қоқысқа тастаймыз. Және пляжды тазалаймыз осылай. Міне осылайша мен видеом аяқталып жатыр. Егер ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Және мынау тиындарды қалай тазалау керектігі жайында комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Ал сау болыңыздар.